кейіпкер сөзінде си әрпі жетіспейді. Өрмекші адам өз костюмын киіп алып секіріп келе жатса болды, көшеде не бір келеңсіз оқиғалар орын ала бастайды. Балаларды көлік қағудан осылай аман алып қалу, сол көлікке итеріп жіберумен тең еді. Бірақ балалар тірі, алақай. Питер жүгіріп келе жатқанда қолында 8 қорап бар еді. Ал балконда неге жетеу? Тағы калькуляторды жоғалтып алдыңдар ма? Әлде Питер тамақ ішпеген ба? Қабырғадағы сағат бастан жоғары ілініп тұрады да, төмен жылжып көздің деңгейінде тұра қалады. Питердің тықпа бөлмесінен шығып келе жатқанда қызды ешбір алаңдатпайтыны таңғалам ғой мен. Әлде пицца тасушылар ылғи осы есіктің артынан телепортталып шығып жүрді ма? А за то, что Человек-паук разрешает тебе себя снимать. Человек-паук больше не позволяет снимать. Вы восстановили всех против него. И очень этим горжусь. Өрмекші адам Джеймсонның газеттерінің таралымына септігін тигізіп жүр. Бірақ сонда да редактор өрмекші адамның сол газетке шығуына тосқауыл болуын жалғастыруда. Логиканы тағы да тордың артына қамап қойдыңдар ма? Питер Паркер екінші фильмде де лох болуын жалғастыруда. Көз алдыңдағы адамдарды есіктен кірген бетте байқауға бола ма? Жоқ, олар бірінші кадрға түссін, сосын барып көзіме оларды көре бастайды. А что празднуем? 8 март бетіңе шарт десем де жылап жібересің, өз туғаныңды қалай ұмытып қалуға болады, осы түсінбеймін. Кездейсоқ сәттіліктердің қояншығы қоза бастайды. Питер өз курстық жұмысын тура досы қаржыландырғалы жатқан ғалым туралы жазбақшы. Мысалы, мына ғалымның өз еңбектері қашан жарық көре бастайды деп ойлайсыңдар? Бір айдан соң ба, әлде бір жылдан соң ба? Ертең ғой шіркін. А Эдисон во сне изобрел лампочку, а Маркони во сне изобрел радио, а Бетховен во сне написал пятую. И Бернулли во сне открыл принцип суперпозиции и колебаний. Түс көріп Америка ашқан ғалымдарды естеріңе түсіріп отырсыңдар. Онда Менделеевтің өз кестесін түсінде құрған жайлы неге бір ауыз айтылмады? Питер Мэри Джейнмен болмау үшін одан қашқақтап барынша әр ойнауға тырысады. Бірақ онымен болғысы келіп, кітап оқып, тілін романтикаға толтырып, беті бері қарай бастайды. Оқымысты персонаж гүлдің бағасын біле тұра, сатушыға беріп тұрған ақшасына үш-ақ сабақ гүл келетінін есептей алмайды. Әр қадамын қуғынмен атысқа ұласатын Нью-Йорк қаласы ең қауіпті мегаполис болудан жалықпайды. Каз ғана қашып кеткен қылмыскерлердің артынан ұстап алу үшін көшенің қақ ортасына жайғасып балаларға қышыма әңгіме айтып тұру керек. Көліктердің сырты майысып қалды ғой, Эстоға апарамыз ба? Қайдағы әуре болмаңдар, өз-ақ қалпына келе салады. Апат кезінде менттің басына өзімен өзі бас сауыт киіліп кетеді. Ал бұзақының қолындағы мылтық автоматқа айналып айналасына ойсырата оқ жаудыра бастайды. Осы Питердің киім-кешектері мен костюмы қалай бірін-бірін ауыстырады? Денесіне сіңіп кете ма? Бірінші фильмде ережесіз жекпе-жек шоуын жүргізуші тура Мэри Джейн актриса болып кірген театрға қызметке орналаса қалыпты. Өрмекші адам төмен қарай лифтпен түскені қызық екен. Білем, оның өрмегі кейде атылмай қалады. Бірақ небәрі 15-ақ метрден секіріп түсуге қорықты ма? Онсыз да жол болмайтын Питер қызына телефон шалып біткен соң, МJ бөлмеге 2 секундтан соң кірмейтін шығар? Ай, қырсыға таңғаннан. Урезоните, МJ. Ваше время истекло. Опустите 50 центов, чтобы оплатить еще 5 минут. Ол аздай уақытта Питерға дұшпан екен. 5 минут 50 секундта өте шығады. Бұрын соңды болмаған ядролық синтезбен байланысты зерттеу экспериментін қай жерде өткіземіз? Әрине, айдалада полигон бар екенін ұмытып, бейкүнә халыққа толы қаланың ортасында. Не болады екен? Если искусственный интеллект манипуляторов так высок, как вы... Егер робот қармалауышта жасанды интеллект болса, онда оған адамның керек емес. Машина ақылды болып, жолаушыны өз аппаратын жерге жеткізіп тастауға миы жетсе, оған шофердің керек емес дегендей ғой. Адамның сана сезімі роботтанып кетуден мына тұрған мойындағы шағын чип қана құтқарып тұр екен. Сол үшін оны ашық жерде көрінетін жерге тағып қою керек. Вещество, которое используется в данном процессе, драгоценный тритий. Айналайын, Казған айтқан сөзіне Менделеев тіріліп келмесінші. Тритий осындай күйінде болу үшін оған өте төменгі температура қажет. Ал жыл жерде ол не үшін қатайып өзінше болып тұр, түсінбедім. Көз алдымызда кішкентай жұлдыздың жарқырауына куә болғалы тұрмыз. Сол себепті мен көзілдірік тағайын, сендер құрметті көрермендер былай-ақ көре беріңдер. Пайда болған жұлдыз көрермендерге бірден суреттегідей бірнеше сүзгі экрандардан өтіп келгендей түрде көрінеді. Негізінде жұлдыз кішкентай болса да, одан бөлінетін жарық көздің жанарын бірден зақымдап жіберу керек. Жұлдызша барлық металдарды өзіне тартып алады. Бірақ Розалидің сырғалары тоқалдан туыпты. Розалидің көзін шыны бөлшектер жарақаттайды, бірақ апарғышта жатқанда тез жазылып үлгеріпті. Расплавленный металл проник в позвоночный канал, что привело к слиянию позвонков в различных точках. Қуасыңдар ма, мынадай көріністен соң омыртқа жұлындары үзіліп, адам аяқтан мүгедек болып қалмай ма? Қайдағы бірігу? Профессордың қармалауыштары ота жасау бөлмесінде қатты ұзарып кетуді жөн көріпті. Іштен бөгде заттарды суырып тастау отасына шеңбер аралық құралда дайын тұра қалады. Ал мынадай тістері бар арамен темірді қалай кесем деп тұрсың? Ай, бұмен ағаш кеседі ғой? О май гад, бұларға тіпті моторлы арада қажет болыпты. Не лесозаводқа кіріп кеттік пе, түсінбедім. Әдеттегідей кейіпкерлер тізерлеп тұрып, жоқ деп шыңғырғанды жандары сүйеді. Таныс шығар енді. Такси ұшып бара жатқанда астында дым болмап еді, енді қара. Басқа таксидің үстіне былш етіп түседі. Ал бұл таксидің ішінде қауіпсіздік торлар көзге түсе кетеді. Темірден жасалған 8 аяқ көшеге шығып жүрсе де, оны ешкім байқамайды. Сондықтан зұлымдық жасайтын апаныңды ешкімнен жасырмаса да болады. Бәрі соқыр ғой, уайымдама.
Отто роботтарды жасау барысында оған тағы зұлыми дыбыс беруді ұмытпапты. Міне керек болса, ол қармалауыштары тағы плаштың артына жиналып, иесінің тығылып жоғалатын өнерін айтып қойсақ керемет болады. Үлкен мегаполисте басқа банк бөлімшелері жоқтай, Отто бүгін тура Питер әкбесімен бірге отырған банкты тонауға кірісіпті. Оның үстінен бұл банктың ерекшелігі соншалық, ақшаларды тығатын сейф есігі дәл клиенттер отыратын жерде көзге түсіп сақталады екен. Бірден бастан ат тастаймыз ба? Жоғой, одан да 2 сағат бұйрық райымен бір нәрселерді айтып, соңында зұлымның қармалауыштарымен сүйісіп жан-жаққа ұшпаймыз ба? Деп тұрған бүкіл халықтың ішінен Октавиустың кепілдігіне қолға кім түседі? Әрине тетя Мэй. Үлкен жастағы кісі бос уақытында гимнастикамен айналысады екен. Өрмекші адам қалай Октавиусты бір соққымен талдырмады? Оттоның күші қарапайым адамдікіндей болу керек қой. Сонда қолмен үлкен салмақты көтеріп тұра алатын мықты адам жай ғана еркекті талдыра алмайды дегілерің келе ме? Аяқтың астынан басып тұратын ыңғайлы тас жиек пайда болды. Ал бағана тетя Мэй ілініп тұрғанда ол жоқ етін. Өрмекші адамның ұрған жұдырығын елемейміз. Бірақ үлкен қарияның соққысына қарап Трипл Джидің көз жасын сүртіп отырамыз, иә? Тетя Мэй құлап бара жатқанда сөмкесін сол иығынан оң иығына, оң иығынан сол иығына тағып шапшаңдықты таныта бастайды. Зұлым алысқа қашып кеткен кезде ғана оған оқ атқан дұрыс. Әйтпесе жақын тұрған жағдайда атсақ, оны өлтіріп қойсақ дағы. Кино зұлымсыз өтсе фанаттардан таяқ жейміз ғой, жынды ма? Ақшаға толтырылған қап Оттоның қолында болады. Шайқас барысында кедергі жасамас үшін жоғала тұрады да, қашып бара жатқан жерінде қайтадан пайда болады. Әй балам, сенің даусың менің баламдікіне ұқсайды екен. Бойыңда сонымен бірдей. Сен өзі сол емессің ба? Дегендей сұрақ сценарий бойынша тетя Мэйді мазаламау керек. МЖ-дің жігіті Питер жұмыс істейтін редакциядағы Джеймисонның туған баласы екен. Байқаусызда. Питер газетті қоқыс жәшігінің қасында отырып оқи бастайды, бірақ ол жерде не жазылып тұрғанына реакциясын үйінде отырып көрсетеді. Отто банк тонап байып кетті. Ал мына кереметтің барлығын ешкімнің көзіне түспей қалай үйіне тасып жеткізген. Питердің маскасы костюмнан бөлек киілетінін байқағанымызды қайтейін. Оны қоқысқа тастағанда барлығы бір тұтас бола қалады. Питер Паркердің танымалдылығы соншалық. Көшеде жүргенде елдің бәрі соны сомдаған актер Тобби Магуайрды көргендей таңғалып қарайды. Киноның ішінде әдеттегідей кейіпкердің әңгімесі біте салып, артынан индрайверді жылатып такси келіп дайын тұра қалады. Қоқысқа тасталған костюмді бомж тауып алып қай жерге алып келеді деп ойлайсыңдар? Дәл Питер жұмыс істейтін редакцияға. Түсінбедім осы неге Нью-Йоркты кинода кішкентай ауылмен теңей бересіңдер? Зираттың орны ол еместігіне қарағанда дядя Бен екінші фильмде басқа жерге барып өлуді шешіпті. Нема, желдеткішті өшіре саласыңдар ма? Ар жақта ағаштар қозғалып тұрған жоқ қой, біз біліп қойдық. Найзағай кейіпкердің көңіл күйіне қарап, керек уақытын тауып алатынына ризамын. Кадрға түспеген зұлыми нәрсе міндетті түрде жер сілкінісімен сезіле бастайды. Ал бұл жолы Отто өз қармалауыштарын қабырғаға қадап өрмелеуін Годзилланың басқан қадамымен шатастырып алыпты. Авторлар тағы қандай қызық қосса болады екен деп ойланып шаршап ұйықтап қалады да, ертесіне шошып оянып бірінші фильмдегі өртті жағдайды алады да, екіншісіне қайталайды. Оған қоса ішінде кішкентай баланың қалып қалғанына дейін жіберіп алмайды. Алдарыңызда лаулама газбен өкпені қоратпайтын, түтінімен адамды тұншықтырмайтын қоңыр салқын әдемі өрт. Әне есіктің тұтқасы да один домадағыдай балқып шоққа айналудың орнына қалыпты температурада тұр. Жалаң қолыңмен ұста да аша бер. Бұрын үлкен биіктіктен құлап тұрып кете беретін адам қазір есікке иығын соғып ырбиып қалады. Мына қыз жатарда пижаманың астына тізе қорғау үшін киіп ұйықтайды екен. Мэй әпшенің басы Питердің оң иығында, сол иығында және оң иығында. Біреудің жоғарыдан шыңғырып құлап келе жатуы ешқандай тұрғынның құлағын түртпей қояды. Бәрі шеттерінен керең. Көліктің дабылы қосылғанда төтенше жарықшалар жарқырау керек емес пе? Сигнализацияны фонограммаға айналдыратын болғасыңдар ма не? Убейте Человека-паука. Приведите его живым. Как его найти? Питер Паркер. Өрмекші адамды іздеу үшін бірінші Питер Паркерді табу керек. Ал Питерді тапқанда оған машина лақтырып өлтіру керек. Егер ол тірі қалып жатса, керек ақпараттарды сұрап алып, қайтадан бейгүнә Питерді қабырғаға жабыстыру керек. Бұл лауазымды профессордың логикасы. Ал көлікті лақтырарда бұлар дәл осы кухняда отырғандарын сценаристер зұлымның құлағына сыбырлап айта салыпты. Октавиус терезеге машинаны лақтырған соң, өз жоғары жаққа тығылып қалып кадрға керемет боп түсудің жағдайын күтіп тұрыпты. Терезеге қармалауыштардың бейнесі емес, оператор түсіп қалады. Отто ғимараттың баннерін үзіп кетеді. Сөйтсек ол да қалпына келіп, алдыңғы дубльдің бірін монтаждай салады. Костюмнің етіктерін Питер қимастыққа жол бермепті. Өрмекші адам мына бір өрмегін тік ұшаққа жапсырды. Мынадай соққыларға ұшып кетпеген көзілдірік Октавиустың көзіне желімделіп алған көрінеді. Егер темір жолға құлап бара жатсақ, астымыздан міндетті түрде дәл сол уақытта пойыз жүріп өтеді. Машинист те өзінің жүргізіп келе жатқан транспортына бір нәрсе құласа да, экшнді бұзбай пофигизін танытып, пойызды ары қарай жүргізуін жалғастырады. Октавиус өрмекшіні пойыздың алдына үлкен жылдамдықпен лақтырады. Өрмекші көпірді ұшып өтем дегенше, Октавиус Питердан бұрын пойыздың алды жағына телепортталып, өрмекші оның артынан келген болып шығады. Асфальтпен үйкелген мата жыртыла ма? Кім айтты? Жыртылмайды. Зұлымның мейірімділігі соншалық жолаушыларды өрмекші ыңғайлы тосып алсын деп, дәл соған қарай кезекпен лақтырады. Толқуды күшейту үшін темір жол сызығы аз ғана жерден бітіп қалғысы келеді. Есть еще светлая идея? Өмірің қыл ұшында тұрғанда не істеу керек? Құтқарушыңа секіріп, қалай болса солай сөйлеп тиісу керек. Костюм бұлшықеттің тырсуына шыдамай жыртылып жатқан еді, қазір қалпына келеді. Сосын есіне түсіп қайтадан жыртылады да, қайтадан бүтін қалпына оралады. Мы кое-что нашли. Қалай тауып алдың? Әй, оны бағана Питер лақтырып жіберген сияқты еді ғой.
Сосын оның оң жағы өртеніп кеткен сияқты еді. Қалайша қазір ол бүт-бүтін. Гарридің үйінің аспанында бұлт найзағай күйінде әлі ұсталып тұр. Бағана жер сілкіндіріп келген зұлым енді терезеден үнін шығармай кіреді. Отто жол жөнекей магнумға кіріп, орайтын тікенек сым сатып алыпты. Питер маскасы шешілген кезде оянады. Басқа қай уақыт оянады енді? Әкеңді мен өлтірген жоқпын. О келес өз топастығымен мені өлтірем деп өз үшін тесіп шықты. Деп шындықты айта салатын сәтті неге үнді фильміне еліктеп соншама созу керек, мен түсінбедім. Әдеттегідей зұлым бас кейіпкерді өлтірудің орнына ана жаққа лақтырып жібереді. Ал лақтырғыш болса, онда неге артында тұрған күнге лақтырып жібермеске? Мынаған төс таққыш әперсеңдерші, не мынау ұят қайда? Термоядролық процесс бәрін өзіне тартып, ғимаратты да жұтып қойғысы кеп тұр. Бірақ кейіпкерлер бір-бірімен әңгімелесіп алсын деп, ол өз күшін шамалы әлсірете тұрады. Питер, неге бәқіріп тұрсың? Қызға өрмегіңді жабыстырып, бері тартып ала салмайсың ба? Питерді үстіндегі ауыр заттарымен бірге ұстап тұрған ағаштың мықтылығы енді сөзбен айту қиын. Кезекті топас құрбандық. Егер микрожұлдызша барлық металды өзіне тартып, ақырында ғимаратпен бірге судың түбіне кететін болса, онда Оттоның сол шармен бірге қол ұстасып батудың мәнісі неде? Если мы умрем, Ты любишь меня. Артқы фондағы шудың дыбысы екеуінің жанға жайлы әңгімелерінің сыбырлап айтылуына да кедергі жасамайды. Ал қазір Спайди мына өрмекті ауаға жапсырды деп ойлаймын. Көрсетілген судың мөлдірлігіне қарап, сүзгіден шыққан судың өзі шигүйіп тұз жалап отыр. Өрмектер сым темірден жасалады екен ғой? Жасыл гоблин кезінде арнайы сары судың кері әсер беру кесірінен айнаға қарап, жын ойнақ көріп сандырақтайтын. Ал оның баласы Гарри Осборн ол сары суды ішпесе де, әкесінің диагнозын қараптан қарап аманат еткісі келіпті. Гарридің айнаны сындыруы кезекті сюжеттік бұрылыстарға алып келеді. Байқаусызда. Сөредегі жарықтардың жануы үшін адам арқасымен соғысу керек бопты. Мэри жүгіріп келе жатқанда шаш үлгісінің тілмесі оң жағында болады. Питермен сөйлесіп тұрғанда ол сол жағына ауысып кетеді. Ты серьезно?